Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай өте дәмді болып шығатын шабдалыдан варенье жасайтын боламыз. Яғни абрикостан варенье жасаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Алдымен осылай абрикосты жуып тазалап аламыз. Бұл жерде менде 2 келі абрикос. Жуып тазалап алғаннан кейін осылай ортасындағы тасын алып ажырататын боламыз. Бұл жерде мен вареньеге болғандықтан кішкене езіңкіреген абрикосты алдым. Осылай барлығын тасынан ажыратып аламыз. Мінекей ажыратып алдық. Менде абрикос үлкен болғандықтан ортасынан бөлемін. Егер де абрикос кішкентай болса, ортасынан бөлмеуге болады. Менде осындай кішкене езіңкіреген абрикос болды. Осылай барлығын бөліп дайындап аламыз. Және де алдын ала өлшеп дайындап алған қантымызды үстінен саламыз. Бұл жерде қант менде 1,5 келі. Енді жақсылап тұрып араластырамыз. Қанты ерігенге дейін қойып қоямыз. Бұл вареньені қысқа сақтауға да болады. Банкымызды алдын ала жуып тазалап дайындап қоюымыз қажет. Мінекей қанты еріді. Енді асты жай отқа қойып араластырып тұрамыз. Бір қайнағаннан кейін тағы да суытып алып, тағы да осылай газге жай отқа қойып араластырамыз. Одан кейін жаңағы жуып тазалап алған банкілерімізге құйып, қысқа сақтап қойсаңыздар болады. Өте дәмді шығады, жасап көруге кеңес беремін.